Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Күндеріңізге сәттілік, бағымдарыңыз қалай, аман есен өсіп жатыр ма? Бізде қазіргі таңда 14 тауық бар. Атеш тауық бәрін қосқанда 14 бас. Қонақта индауыткалар келді. 5 индауытка. Сонымен қазір 10 индауыткіміз бар. Аталаған, аналығын қосқанда. Сосын 3 үйрегіміз бар. Қазіргі фирмамызда осындай кішігірім құстарымыз бар. Алла амандығын берсе, осы құстарды енді көбірек үлкейткіміз келіп отыр. Кел мұнда. Енді тағы да тауық аламыз ба деген ойымыз бар. Сосын тағы бір үйрек, ағы пекинский алған жақсы ма үйректен, или осындай башкирский үйрек алған жақсы ма? Соны комментария қалдырып кетіңіздер. Енді бізге индауыткіден 3 семья шығару, қазір балам 3 семья шығару керек. Соған бізге енді бір 2 ақ индауытка алып, қазір күте тұр қана, қарап сек. 2 ақ индауытка алуымыз керек. Не ол? Қайда? Машинадан келтін ақ көл бар. Енді 2 ақ индауыткімізді алып келу керек, ала берді. Қарап атыр, іздеп атыр. Сосын, сонда 3 семья болады. 3 семьядан өздері көбейеді. Сосын үйректен 2 семья, тағы 1 семья қоссақ, олар да тоже жайлап көбейеді. Ақтан қоссақ, сосын қарапайым или породистый тауықтар алып келу керек. Жұмыртқа туатын осыны қастарына. Өйткені бізде қазір атеш көп, тауық аз арасында. Осындай жағдай болып отыр қазір кішігірім. Кеше келген индауыткеріміз ғой, 2 аталық, 3 аналық. Мына аналықтарда мынандай бастарында анандай не жоқ. Мысалы мен өзімдікінде қызартып тұр ғой, көздерінің қасы барлығы. Енді кеше алып келген аналықтарда ондай жоқ. Міне мынандай тек аталықтарында бар, азын шоғын болды. Жақсы достар, арнаға тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Алла амандығын берсе, сіздерге жақсы видеолар түсіретін боламыз.